Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. 6-шы бөлім қоршаған орта және энергия ресурстары деп аталады және синтаксис сөйлемнің бірыңғай мүшелерімен таныс боламыз. Балалар, бүгінгі күнді жазып, сабақтың тақырыбын жазуларыңыз сұралады. Сабақтың тақырыбы қоршаған орта және сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сабағымызды бастамас бұрын, қоршаған ортаны қорғау туралы бейне роликпен танысып шығасыздар. Танысып болғаннан кейін сұрақтарға жауап бересіздер. Аға, қалдықтарды неге әртүрлі жәшікке саламыз? Оларды қоқыс төгетін жерге апарғанда бәрібір араласып кетпей ме? Дана, бұл қалдықтар қоқыс төгетін жерге апарылмайды. Қоршаған ортаны ластанудан қорғау үшін, әрі табиғи байлықты келешек ұрпақтарға жеткізу үшін оларды қайта өңдейді. Сондықтан әр нәрсенің қалдығын жасалу материалына қарай тиісті жәшікке салу керек. Өзің ойлашы, әр адам керексіз деп 100 килограмм қоқыс тастайтын болса, барлық адамның тастағанынан жер беті алып қоқыс алаңына айналмай ма? Расында да солай. Олардың біразы биологиялық қалдықтар болғандықтан шіріп, топыраққа сіңіп, жоқ болып кетеді. Бірақ көптеген қалдықтар биологиялық емес, яғни олар топыраққа сіңбей. Кейбіреулері бойларынан улы заттар бөліп, топыраққа, суға, ауаға зиян келтіріп, тіршілік атаулыға қауіп төндіреді. Табиғатты қорғау үшін біздің қолымыздан не келеді? Біздің қолымыздан көп нәрсе келеді. Ең бастысы, керексіз қалдық дегенді азайтуымыз керек. Қалайша? Табиғи байлықты үнемді пайдалану, қолданылған затты қайта пайдалану және оларды қайта өңдеу арқылы тасталатын қалдықтардың санын едәуір азайта аламыз. Табиғи байлықты үнемді пайдалану дегенді түсінбедім. Табиғи қуат пен байлықтың да шегі бар, сондықтан оны үнемдеп пайдалану керек. Мысалы, түс жуу кезінде суды тоқтаусыз ағызып қоюдың қажеті жоқ. Ерінбей жауып, керек кезінде ғана ашатын болсақ, қаншама су үнемделеді. Бізге қажеті жоқ кезде шамды өшіріп жүру, дала салқын кезде үй ішінде салқындатқышты қоспай, терезені ашып қою, немесе дала жылы кезде үйдегі жылытқыш құралдарын бәсеңдету, көрмеген кезде теледидарды, пайдаланбайтын кезінде компьютерді өшіріп қою арқылы электр қуатын үнемдеуге болады. Қайта пайдалану дегенді қалай түсінуге болады? Бір рет қана пайдаланатын заттар керексіз қалдықтар санын көбейтеді. Мәселен, бір-ақ рет пайдалануға арналған ыдыс көп. Сондықтан мұндай ыдыстың орнына үнемі қайталап пайдалана беруге жарайтын ыдысты қолданған жөн. Немесе күнделікті дүкенде берілетін полиэтилен қаптардың орнына көпке шыдайтын сөмкелерді ұстаған дұрыс. Сынған немесе жыртылған ойыншықтарды жөндеп алып, қайтадан ойнауға болады. Егер саған қажеті жоқ ойыншықтар, кітаптар, жиһаздар, киімдер болса, оларды қоқысқа тастамай, керек еткен адамға беру де қайта пайдалануға жатады. Түсінікті. Енді қайта өңдеу дегенді түсіндіріңізші. Қайта өңдеу дегеніміз пайдаланылған ескі заттардың материалдарынан мүлдем жаңа зат жасап шығару. Пластик бөтелкелерді, темір қалбырларды, әйнек пен қағазды, электр шамдарын, тіпті батарейкаларды да қайта өңдеп, жаңасын алуға болады. Сондықтан оларды лақтырып тастамай, қайта өңдейтін тиісті орындарға өткізуге болады. Затты қайта өңдегеннің табиғатты қорғауға қандай қатысы бар? Мысалы, қағаз ағаштан жасалады.
Сондықтан қағазды қайта өңдеп, үнемдеу арқылы орман ағаштарын кесуден сақтап қаламыз. Түсіндім. Қоршаған ортаны қорғау қасиетті борышымыз. Табиғи байлық шексіз емес. Оны қорғап, сақтау әрқайсымызға парыз. Қоршаған ортаны қорғау әр адамның күнделікті іс-әрекетіне байланысты. Жақсы. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: қоршаған орта дегеніміз не? Екінші сұрақ: қайта пайдалану, қайта өңдеу дегеніміз не? Ал үшінші сұрақ: табиғи байлық дегенді қалай түсінесіздер? Балалар, осы сұраққа жауаптарыңды дәптерге жазуларын сұралады. Енді оқулықтың 144-ші бетіндегі оқылым мәтінімен таныс болайық. Жыл сайын 5 маусымда дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні атап өтіледі. Бұл атаулы күн 1972 жылдың 15 желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 27 сессиясында жария етіліп, сол жылы өткен қоршаған орта проблемалары жөніндегі Стокгольм конференциясының қарарына сәйкес бекітілді. Қарарда бас ассамблея Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіндегі мемлекеттер мен ұйымдардың барлығын бұл күні қоршаған ортаны қорғауға және оны жақсартуға деген ұмтылыстарын көрсететін түрлі іс-шараларды өткізуге шақырады. Сонымен бірге Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіндегі жаңа ұйымның қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы ЮНЕП құрылды. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні жыл сайын ЮНЕП ұйымының мұрындық болуымен атап өтіледі. Дүниежүзілік қоршаған орта күні елімізде жиындар, велосипедшілер шеруі, концерттер, шығармалар мен үн қағаздар конкурсы, көшеттер отырғызу сияқты шаралар, аулалар мен көшелерді тазалау науқандары өткізіледі. Балалар, енді осы оқылым мәтіні негізінде бірінші тапсырманы орындаймыз. Мәтіннің құрылымын, рәсімделуін, жанрлық ерекшеліктерін және мәтіннің түрлеріне талдау жасаңыздар. Мәтін әңгімелеу ме, пайымдау ма, әлде сипаттау ма? Бұл жұмысты орындауға 5 минут уақыт беріледі. Енді жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Балалар, бүгін біз сөйлемнің бірыңғай мүшелері туралы өтеміз. Бірыңғай мүше дегеніміз бір ғана сұраққа жауап береді. Сөйлемде бірдей қызмет атқарады. Көбінесе бір тұлғада бір сөз табынан жасалып, бір ғана сөзге қатысты болатын сөздердің тобын бірыңғай мүше деп атайды екенбіз. Бірыңғай мүшелер жалғаулықсыз да, жалғаулықты да шылаулар арқылы байланысады. Енді осы шылаулардың түрлерін қарастырып көрейік. Ыңғайластық жалғаулықтар және, әрі, мен, бен, пен, да, де, та, те. Кезектестік жалғаулықтар біресе, бірде, кейде. Талғаулық жалғаулықтар не, немесе, не болмаса, әлде. Қарсылықты жалғаулықтар бірақ, дегенмен, алайда, тағы басқа. Енді мысалдарды қарастырып көрейік. Бірыңғай бастауыштар. Көргендер де, көре алмағандар да мәз. Бұл сөйлемде бастауыш кімдер мәз? Көргендер де, көре алмағандар да. Яғни, бастауыштар бұл жерде да, де деген ыңғайластық, жалғаулық, шылау арқылы байланысып тұр.
Келесі сөйлем жауабын айт, не сұрастырып көр. Бұл жердегі бірыңғай баяндауыштар айт, не сұрастырып көр. Яғни екінші сөйлемде бірыңғай баяндауыштар не деген талғаулық, жалғаулық арқылы байланысып тұр. Үшінші сөйлем азды да, көпті де бағала. Нені бағала? Азды, көпті. Яғни бұл жерде да деген ыңғайластық жалғаулықтар арқылы байланысып тұр. Төртінші сөйлем не қыздың, не жігіттің сөзі керек дейді. Яғни кімнің сөзі керек? Қыздың, жігіттің. Бұл жерде де не деген талғаулық, жалғаулықтар арқылы байланысты байқап тұрмыз. Бірыңғай пысықтауыштар. Ділдә абайға сүйкімді, сұлу көрінді. Ділдә абайға қалай көрінді? Сүйкімді, сұлу. Бұл жерде пысықтауыштар жалғаулықсыз тұр. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Оқылым мәтініндегі бірыңғай мүшелер кездесетін бір сөйлем тауып жазыңдар және осы тақырып бойынша өз сөйлеміңді жазыңыздар. Яғни бірыңғай мүшесі бар сөйлем оқылым мәтінінің ең соңғы абзацынан табуға болады. Екінші тапсырма. Мына суреттер бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші суретте қандай әсер алдыңдар? Екінші суретте табиғат ресурстарының қандай түрлерін атап бере аласыздар? Үшінші суретте құстар жайлы қандай әндерді білесіздер? Балалар, біз бүгінгі сабақта қоршаған ортаны қорғау туралы және сөйлемнің бірыңғай мүшелері туралы таныстық. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Айгүл Мұхсенқызы.